Ассалаумағалейкум достар. Біз бүгін Имам Ғазалидің тіл кесапаты кітабына тоқталамыз. Ойлаңызшы, біз көбіміз 10 күнәнің 9-ы тілден деп айтып жүреміз, бірақ та не үшін олай, қалай деп ары қарай зерттемейді екенбіз. Және де соның бірі осы өзіммін да. Бірақ соны сіз бен біз үшін Имам Ғазали 1000 жыл бұрын осыны зерттеп, шамамен 1000 жыл бұрын кітап қылып жазып кеткен екен да. Бұл жерде біздің 9 емес, бұл жерде 20 тілдің кесапатын жазып береді. Қазір соның әрқайсысына қысқадан нұсқа тоқталатын боламыз. Бірақ алғы басында осы Имам Ғазали жайында бір-екі сөз айтып кетейін сіздерге. Бұл кәдімгі исламдағы ең үздік ғұлама ғалымдардың бірі, ол Ибн Сина, Аль-Фараби деген сияқты кісілерде соларға сын айта алатын дәрежедегі сондай ғалым кісі болған. Және де бұл өміріндегі бір білімге құштарлығын одан сайын арттырған оқиға ол қарақшылармен болған оқиға екен. Яғни бір қарақшылар бұларды тонайды. Сол кезде қарақшының басшысына барып айтады екен: мен пәленбай жыл оқыған білімім бар еді, дәптер, кітаптар деген сияқты. Сұраған ғой, соны берші, басқа зат керек емес деген сияқты. Сол кезде жаңа қарақшылардың басшысы айтыпты да: ол не деген білім ол? Білім деген мынау баста болу керек, жүрекке бекіту керек деген сияқты айтқан екен да. Ананы естігеннен кейін қатты әсерленіп, кейін осы тек қана оқып жазып қана қоймай, білетін нәрселерін жаттауға тырысқан екен да. Сол арқылы өзі 34 жасында сол кездегі әлемдегі ең үздік университеттердің біріндегі ректор дәрежесіне дейін көтерілген екен да, яғни салыстырмалы түрде ше. Сөйтіп бірнеше жылдан кейін бұл 10 жылға бір оқшауланып кетеді, шамамен 10 жылға оқшауланып кетеді. Өзінің жаңағы нәпсісімен күресу үшін, тәрбиелеу үшін, және де тағы да осының көп шығармалар, кітаптар жазу үшін солай жасаған екен. Және де көптеген ұстаздардың, шәкірттердің, мемлекет басшысының шақыртуымен қайтадан өзінің осы білім беру ұстаздығына қайтадан оралған екен. Оқиғасы осындай. Сонымен бұл осы жерде тіл кесапаты үлкен бір мынандай кітабының бұл ішіндегі бір бөлімі, соны қазақ тіліне аударған екен. Және де бұның ішінде 20 кесапат жайында жазады. Және де оның ең басындағылар, біз көбіміз өсек өтірік мақтаншақ деген сияқты нәрселерді ғана білеміз ғой. Ал бұл 20 екен. және де ең басында бұл көбіміз таба алмайтын нәрселерді жазады екен. Ойлаңызшы, мысалы, біріншісі не болуы мүмкін? Қанша ойлансаңыз да табу өте қиын, себебі бұл бос сөздер екен. Тілдің бірінші кесапаты бұл кітаптағы бос сөздер. Яғни бұл боғауыз да емес, бұл жаман сөз де емес, бұл бос сөздер, ешкімге пайдасы жоқ, зияны да жоқ сөздер. Бұның бізге зияны не десек, бұл бізге шектеулі санаулы ғана ғұмыр берілген, уақыт берілген, біз соны зая кетіріп жатқанымыз. Біздің әр сөзіміз жазылады, оған есеп береміз, оған да бір пайдалы нәрсе қосылып жатқан жоқ деген сияқты. Және де мынандай нәрсе бар екен да, мынау қазір кіріп келетін кісі жәннаттың тұрғыны деген екен да. Сөйтіп қарапайым адам екен. Сөйтіп оны сұраған ғой, сенің ерекшелігің неде десе, мен қарапайым әлсіз мұсылманмын, бірақ бар сенерім жүрегімнің есендігі депті. Жүрегімнің есендігі деген. Яғни мен ешкімге қарсы жамандық ойламаймын депті. Және бос сөздерді тәрк еттім депті да. Яғни жамандық ойламай, бос сөз айтпайды. Сол арқылы оның жүректің есендігіне әкеледі екен да. Ал осыған керісінше біз егер бос сөз, бос әңгіме көбейтіп жіберсек, бұл жүрегімізді кірлетіп, қатайтып жіберетін нәрсеге жатады екен. Сондықтан да достар, міне, бос сөз, бос әңгіме айта бермейік. және де бос сөз айта беретін таныстарыңызға мынаны видеоны жіберіп қойыңыздар. WhatsApp чаттар не бар, соған біліп жүрсін ол да. Әйтпесе бұны көп жерде біле бермейді, айта бермейді. Жарай ма? Сонымен екінші тіл кесапаты ол көп сөйлеу екен. Көп сөйлеу және мылжыңдау. Кейде болады ғой, біз дұрыс нәрсені айтып жатса да, қайта айта берсе, ол мәнісін, қадірін кетіріп жібереді екен да. Яғни бізге де бір үлкендер бір ақыл айтады, бірақ айналдырып айта берген кезде оған болды, қойшы, қоя берші дейміз ғой, мысалға ше. Дәл сол сияқты дұрыс нәрсенің өзін қайта айта берген, ол да тілдің кесапатына жатады екен. Үшінші тілдің кесапаты жаман сөздер. Жаман сөздерге енді ғана келдік. Бұл әлі боқтық емес, бұл өсек өтірік емес, бұл жаман сөздер. Бұған не кіреді десек, бұл
жаман сөздерге жаңағындай 18+ әңгіме деген сияқты, болмаса да басшыларды әңгіме қылу, байларды әңгіме қылу деген сияқты, ішу шегуді әңгіме қылу деген сияқты осындай нәрселер жаман сөздер екен да. Яғни бұлардан құтылудың жолы өзінің дініңе, өз отбасыңа қатысты, өз жұмысыңа қатысты нәрселерді, яғни өзіңе керек қатысты нәрселерді айту керек екенбіз да. Келесі, төртіншісі сөз таластыру. Төртінші тілдің кесапаты сөз таластыру, яғни біреудің сөзіне қарсы шығу екен да. Сол арқылы біз біреудің аузын жапқымыз келеді, біреуді кемсіткіміз келеді, беделін түсіріп өзіміздікін білем деп аттырғымыз келетін кездер болады, яғни сөзге қадалып қалатын кездер болады. Анау 90-2000 жылғы балалар секілді ше. Ол дұрыс емес екен достар, ол кәдімгі кесапат екен, өзімізге апат болып оралатын нәрсе екен. Содан тыйылуымыз керек екен. Ал егер одан тыйылсақ, бізге мынандай сыйлық бар екен, қараңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай айтты да: өзінікі дұрыс бола тұра сөз таластыруды қойған адамға Алла тағала жәннат төрінен бір үй тұрғызады депті да. Ойлаңызшы, керемет емес пе? Біз бұл өмірде үйсіз күйсіз кетуіміз мүмкін, бірақ әр кезде өзіміздікі дұрыс бола тұра сөз таластыруды қойсақ, жәннатта біз үшін үй тұрғызылып жатады да. Сондықтан да осыдан үміт етейік. Тіліміздің бесінші кесапаты жауласу, қырсығу. Яғни жаңағы сөз таластыру сол сәтте бір шығып кететін болса, бұл жауласу, біз кез келген адамға о бастан бір қасарысып, ерегісіп, жауласып аламыз ғой, сол дұрыс емес екен да. Бұның бір жаманы, достар, ол жүректі әуре қылып, тыныштығын бұзады екен да, және де дінді құртатын нәрсе екен бұл. Бұдан артық бір дінді құрт жіберетін нәрсе жоқ екен жауласудан ше. Мысалы мен өзімнен байқаймын, кейде біз көп ашуланбауға, ұрыспауға тырысып жүреміз ғой, бірақ кейде бір ұрысып қалған кезде, болмаса бір футболдың кезінде бір ерегісіп қаламыз ғой уже. Сондай кезде бір жүрегім тыныштық кетеді, мазам кетеді шынымен де ше. Сол кезде бар бірінші барып кешірім сұрай салуға тырысамын да. Сондықтан да мынандай кісілерге, яғни жанымыз ашу керек екен да. Біреулер бар ғой, өмір бақи жауласып, ерегісіп жүреді да, ол үнемі ол жан-жағынан қорқақтап жүреді. Кім не айтып қалады, не істеп қалады, болмаса өзі бір нәрсені аңдып, бір нәрсе жасайын деп жүрген кезде ол қандай жаман өмір, иә. Дініңді де құртады, жүрегіңде тыныштығын бұзады екен да. Сондықтан да жауласудан сақ болайық достар. Тілдің алтыншы кесапаты сөзді сәндеп сөйлеу деп тұр да. Бұл енді қатты мен түсінбедім шыны керек, бірақ мынандай сөз айтты да: мен және үмбетімдегі тақуалар көз бояушылықтан және жасанды әрекеттерден аулақпыз. Яғни жасанды қылып, ауызды былай бұрып сөйлеу, болмаса осылай жасайық, уа деп анау әшейінде бүйтіп біз ондай емеспіз, бірақ біреуге жағымпаздану үшін, көрсету үшін өйтіп олай сөйлемей қойғанымыз дұрыс екен да. Мысалы мен әшейін кезде осылай сөйлеймін ба, мен осылай сөйлей беру керек екенмін да. Бүйтіп түр жасап, болмаса бір дауысымызды жуан қылып кейде, болмаса сәл өтірік жұмсап, өтірік қатты болып қаламыз ғой. Жоқ, сәндеп сөйлегеннен аулақ болу керек екенбіз достар. Жетінші тілдің кесапаты боқтау. Боқтауға енді келдік. Бағананың бәрі боқтау емес. Енді міне боқтауға келдік та. Жаннат боғауыз, боқтық сөздер айтатындар үшін харам деген екен. Байқайшы, мәселен, мынау нәрсе және мен денемді түршіктіріп жіберді да. Қиямет күні үнемі боғауыз сөз айтушылар ит бейнесінде немесе иттің ішінде әкелінеді дейді. Масқара емес па, кәдімгі жүректі түршіктіріп жібереді да. Және де ең үлкен күнәлардың бірі адамның ата-анасын боқтауы деп айтқан екен да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сол кезде сахабалар айтыпты, ол қалай сонда, кім өзінің әке-шешесін боқтайды деген ғой. Сөйтсе, егер сен біреудің әке-шешесін боқтасаң, ол да сенің әке-шешеңді боқтайды ғой депті да. Көрдіңіз бе, бұл кәдімгі үлкен күнәларға жатады екен. Сондықтан да боқтамаймыз. Әсіресе әке-шешеден. Әке-шеше десе көбісі ойлауы мүмкін, анау югтың, оңтүстіктің жігіттері шешеден әкетіп боқтай береді деп стрелканы бұр жібере салуы мүмкін да, бізге қатысы жоқ деген сияқты. Бірақ мен Астанада оқып, бүкіл Қазақстанның жастармен араласқанмын да. Сол кезде шығыстың балалары әнәсті, батыстың балалары әнәсті, яғни анасы деген бұл, анасын бүйтіп жүрейін деген сияқты сөз да ол негізінде. Ал мынау
шығыстың адамдары әкең деп сөйлейді да олар ше. Көрдіңіз бе? Шығыс әкең дейді, оңтүстік шешең дейді, батыс анасы дейді. Ал мынау неге келетін болсақ, солтүстік орталықтағылар мақтанбай ақ қойыңыздар, сіздер соның орысшасын айтасыздар да, көрдіңіз бе? Мать деген сияқты ше. Яғни айналып келгенде бәрі соны айтады. Бұл қайдан шыққан бәле екенін білмеймін, бірақ сондай нәрсе бүкіл Қазақстанның бүкіл бөліктерінде бар екен. Сондықтан да стрелканы бұрып жібермей, әркім өзімізді дұрыстауға тырысайық, достар. Келесі 8-ші тілдің кесапаты ол лағнет, қарғау. Және бір қызығы, бұл өсімдік жануарды да лағнет деуге болмайды екен да. Бір жолы бүйтіп кәдімгі бәрі түйемен келе жатса, біреу түйесі жүрмей қойған ба, бағынбай қойған ба, Алланың лағнеті болсын саған деп айтқан екен да. Сөйтсе пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтыпты, ана түйенің үстіндегі жүктерді, заттарды алыңдар да түйені босатып жіберіңдер, болды, ол одан хайыр жоқ деген сияқты. Көрдіңіз бе? Сол сияқты бір атын ұмытып қалдым, бір сүйікті 4 пайғамбарының бірі құлдарына лағнет деп жатқан ғой. Қарғыс айтып жатқан сол кезде осыны ескерткен кезде ол тәубесіне келіп, анау құлдарына азаттық беріп жіберген екен да. Сол сияқты тіріге де өліге де айтудан сақтануымыз керек екен. Дүниеден өтіп кеткен қандай жаман адам болса да біз оларды лағнеттей алмайды екенбіз. Себебі ол кім біледі, ол өмірінің соңында тәубесіне келіп кеткен шығар. Бір күн бұрын тәубесіне келіп кеткен шығар. Мысалы, біз білмейміз ғой. Сондықтан да дүниеден өтіп кеткендерді де лағнеттеуден сақтанайық, достар. Бұл 8-ші болған, ал 9-шысы өлең. Өлең сөз де тіл кесапатына жатады екен, бірақ бұл жерде қысқа ғана айтты. Өлеңнің көркемі көркем, нашары нашар деп. Бұл кітаптың ол басқа кітабында ол жайында толығырақ айтқан екен, бірақ мына жерде қысқа қайрат, яғни сөзде боқтау, боғауы, сондай жаман сөздер болмаса, ондай сөздер болмау керек екен деп тұр да, яғни. Келесі 10-ші кесапаты әзілдеу. Біз әзілдеу арқылы не істейміз? Артық кетіп атамыз, біреудің көңіліне тиеміз, болмаса әзілдейміз деп өтірікті соғып жатамыз деген сияқты. Ал пайғамбарымыз айтады бізге, әзілдесе болады екен, бірақ тек шындықты айту керек екен, ешкімді жүрегін жараламау керек екен, және бір астамшылдыққа кетіп қалмау керек екенбіз да. Осы жерде бір пайғамбар Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның әзілдеген жерлерін келтірген. Ол мынандай оқиға болыпты. Бір қарт әйел жәннат жайында сұрап жатқан ғой. Сөйтсе, қарт әйелдер жәннатқа кірмейді деген ғой. Ана кісі шошып кетіп, ол қалай сонда деп сұраса, жәннатқа жас кездерінде, сұлу кездерінде кіресіңдер деп айтқан екен да. Сосын бір кісі жайында сұраған ғой, сөйтсе ол анау деп айтса, ол қайсысы, көзінің ағы бар ма депті да. Сөйтсе, жоқ, көзі ақ емес, көзі қара деп айтқан ғой. Сөйтсе, кез келген адамның көзінде ағы бар ғой депті да. Яғни шамалас жеткізіп жатырмын, бірге бір олай емес. Сосын мынандай оқиға. Бір кісі түйеге мінгізші деген ғой. Түйе берші деген ғой. Мен сені түйенің баласына мінгіземін деген ғой. Жоқ, маған түйенің өзіне мінгізші деген ғой. Сөйтсе, кез келген түйе басқа бір түйенің баласы ғой деген екен да. Сосын өзінің немересі Хасанға деп тілін шығарып мазақтайды екен да. Сол кезде немересі жүгіріп келіп мойнынан асылып, екеуі ойнайды екен. Яғни бұл да бір әзілдеу келеке, бірақ махаббатпен жасалған нәрсе да. Сосын өзінің әйелімен, Айшамен жерді сызып қояды екен да. Осы жерге дейін жүгіріп жарысамыз деп жарысады екен да, осып кетеді екен, сөйледі екен да. Бұл алдыңғы жарыстың есінде мен анау жолы мен жеңіліп қалған едім дейді екен. Яғни басында бір жеңіліп қояды екен да, кейін қайтадан жеңіп алады екен деген сияқты. Сөйтіп әйелдермен ойнайды екен. Міне осылай да әзілдеседі. Мұны оқып отырып өзім шыны күліп мәз болып оқып отырмын. Кітапта енді толығырақ жазылған ғой. Мен сіздерге қысқаша айтып беріп жатырмын да. 11-ші тілдің кесапаты бұл мазақтау, келеке қылу. Яғни біреуге жамандық тиетін болса, бұл харам болып есептеледі екен да. Яғни біреуді кемсіту, кемшіліктеріне тиісу деген сияқты. Содан сақ болуымыз керек екен да. Мысалы, біреу кімде-кім діндес бауырына тәубе еткен күнәсі үшін айыптайтын болса,
әлгі адам сол күнәмен сыналмайынша өлмейді дейді. Масқара достар, байқаймыз керек. Себебі болады ғой, әсіресе бір сыныптастар жиналып қалса, ескі достар бұрынғы болған нәрсесін айта береді, бетіне баса береді да. Ал ол нәрсеге ол тәубесіне келіп қойған шығар. Ал тәубесіне келсе де сен бетіне баса берсең, сол нәрсе өз басынан өтпейінше өмірден өтпейді екенсің. Сондықтан да бұдан сақтану керек екенбіз, мазақтау, келеке қылудан. Бірақ егер бұл шынайы достар арасында ренжімейтіндей дәрежеде болса, керісінше бір мәз болып қуанып кетеді ғой, көңіл бөлгенде, ондай кезде бола береді екен да. Бірақ жамандық тигізетіндей дәрежеде болмайды екен. 12-ші тілдің кесапаты сырды жаю, яғни аманатқа қиянат жасау, сатқындық жасау екен да. Бір оқиғаны айтады. Бір кісі өзінің әкесі басшы екен, соған бір анау кісі маған сыр айтып еді деп соны айтайын деген кезде айтқызбай қойыпты да. Жоқ, ол біреудің сыры, біреудің аманаты. Мен әкең болсам да, мен басшы болсам да маған айтпа деп, оның сырын айтқызбай қойған екен. Яғни өзінің баласына солай үлгі тәрбие көрсетіп тұр ол жерде. 13-ші өтірік сөз, өтірік уәде беру. Бұл да тілдің кесапаты екен. Бұл екі жүзділікке жатады екен. Және де бұл уәде негізінде қараңыздар, 3 түрі болады екен. Адамның басқа біреуге берген уәдесін ғана біз көбінесе білеміз ғой ше. Одан бөлек адам өз өзіне де біз уәде береміз ғой, бүйтемін, сөйтемін деп. Ол өз уәдемізде тұруымызға тырысу керек екен. Және де кейде Аллаға уәде береміз ғой. Әсіресе бір жанымыз қиналып кеткен кезде, болса бір нәрсе керек болған кезде, я Аллахым бүйтер едім, сөйтер едім деп кетеміз ғой. Міне соны орындау керек екенбіз. Оны орындамасақ, бір 200-ді бір ауыр нәрсеге тап болады екенбіз да. Және де кейде болады, уәде ету, дұрыс ниетпен уәде етеміз, бірақ енді мүмкін емес, орындалу мүмкін емес болып қалса, олар енді ештеңе етпейді деген сияқты да. Яғни ниет, басындағы ниет дұрыс болу керек. Яғни орындамайтыныңды біліп тұрып уәде беруге болмайды, болмаса уәде беріп алып әдейі орындамай жүруге болмайды деген сияқты нәрсе. 14-ші тілдің кесапаты өтірік айту. Өтірік айту мүмкін емес депті да. Яғни көп сұрақ қойған, ол жаңағыдай не? Әлсіз болуы мүмкін ба, қорқақ болуы мүмкін ба, сараң болуы мүмкін ба деген сияқты айтып келген кезде бәрі мүмкін дейді, бірақ өтірік мұсылман адам өтірік айтуы мүмкін емес деген екен. Яғни оның да айту кездер болады, мысалы өмір мен өлімнің арасында тұрған кезде, яғни жан сақтау үшін, болмаса отбасыны сақтау үшін айтуға болады екен. Яғни бір кісі, екі кісі ұрысып қалған кезде, біреусіне барып, анау сені мақтап жатыр деген, екіншісіне барып, анау сені мақтап жатыр деген, сөйтіп екеуін достастырған екен деген сияқты. Яғни отбасыны, адамдарды татуластыру үшін кішігірім өтірік айтуға болады екен. Сосын енді соғыс жағдайында, бұл да енді өлім мен өмірдің арасы ғой. Сондай сәттерде толығырақ мына кітаптан оқып алсаңыздар болады. 15-ші тілдің кесапаты ғайбат. Ғайбат деген нәрсе ол кейде оймен де сөзбен де болады екен да. Бұл қабір азабының 1/3-ін құрайды екен. Және де ғайбат айту өлген бауырыңның етін жеумен тең екен. Ойлаңызшы, қандай жеркенішті нәрсе. Ғайбат дегеніміз не? Ол естісе, оған ұнамайтын жамандығын ол жоқ кезде айту. Жамандау, яғни біреуді өз жоқ кезде жамандасаң, ода бар нәрселерді айтудың өзі ше. Мысалы, анау біз қортық дейміз, анау ұзын дейміз, ананы қалқан құлақ дейміз, бәрін айта береміз ғой, өзі бар болса, жоқ болса да ше. Сол жоқ кезде соны айту, өзі оған ұнамайтын әңгімелерді айту, ол ғайбат екен. Және де бұл түсінікті ғой енді, бірақ біз көбіміз мүлде мән бермейтін нәрсе, сол ғайбатты тыңдаушы да ғайбат айтушыға саналып кетеді екен. Егер ол сол ғайбатты тыймаса, болмаса тыюға тырыспаса, оны болмаса тұрып кетпесе, ол да сол ғайбат айтушымен тең болып кетеді екен. Сондықтан да біреуді жамандап жатқан кезде мәз болып тыңдап отырған дұрыс емес, достар. Келесі, бұдан енді рұқсат етілген жағдайлары бар, оны кітаптан оқып алыңыздар. 16-шы жағдай өсек сөз тасу. Яғни біз өсекті негізімен дұрыс түсінбеген, осы уақытқа дейін әйтеуір
не болса соны әңгімелей берсе сол өсек деп ойласам, өсек деген сөз тасу екен. Яғни сіз маған келесіз да, Еркебұлан, анау сен жайында бүйтіп айтып жатыр, осындай жаман сөз айтып жатыр деп келсе, сол өсек екен да, яғни сөз тасу. Бұл да жаңа ғайбат сияқты қабір азабының 1/3-ін құрайды екен, және де өсек айтушыға жәннат харам етілген екен. Және де өсек айтпаудан бөлек, бұл жерде де өсек саған айтылса, не істеу керек екенін инструкциясы бар екен, нұсқаулығы бар екен оның. Мысалы, оны өсек сөзді қабылдамау керек екен. Анау сен жайында бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр деген жамандауларды қабылдамауымыз керек. Қабылдамақ түгілі анау адамды тыюымыз керек екен. Бауырым болып қоя қой, ондай сөз айтпай ақ қой деген сияқты ше. Тыймақ түгілі біз ашулану керек екенбіз да, яғни Алланың ашуланған нәрсеге бізде ашуланып, олай болмайды, бұл біз сені бізді ұрыстырайын деп тұрсың ба деген сияқты, яғни оған ашулану керек екенбіз. Бұл өсек қой деген сияқты ше. Және де жаңағы әлгі адам жайында біз жаман ойлап қалмауымыз мүмкін екен. Себебі бұл бір ол басқаша нәрсе айтып жатуы мүмкін. Ол өтірік болып шығуы мүмкін. Болмаса бір контексттен бір жұлынып алынған сөз болуы мүмкін деген сияқты. Сондықтан да біз ол адам жайында жаман ойламауымыз керек. Ол солай айтты ма, айтпады ма деп оны аңдып кетпеуіміз керек екен. Және де басқа адамдарға және өсекшіні ғайбаттап өлі анау бүйтті сөйтті деген сияқты әңгімені де тартқатсақ, өзіміз де соған ұқсап кетеді екенбіз да. 17-ші тілдің кесапаты екі жүзді болып сөз сөйлеу. Яғни екі дұшпанның арасына барып алып, аняқа бір жақынпазданып, мынақа бір жағымпазданып, екі жақты айқастырып деген сияқты, онда екі жүзділікке дінімізде, мұсылмандықта жол бермейді екен. 18-ші кесапат, тілдің кесапатында мақтау жайында айтады. Ұзақ үлкен нәрсе айтады да. Енді мұны қысқаша айтатын болсақ, біз мақтау атқан кезімізде біз өтірік айтып қоюымыз мүмкін, біз рияға жол беріп қоюымыз мүмкін екен, біз бір жаман біреуді мақтап, оны одан сайын құтырып жіберуіміз мүмкін екен да. Және де ал мақталушы ше, мысалы біреу бізді мақтаса, оның екі қаупі бар екен. Біз анау мақтаса, мен деп тәкаппарланып кетуіміз мүмкін екен да. Ал болмаса мақтағаннан сен кереметсің, күштісің дегенге, мен болды, жасадым деген сияқты бір әрекетсіздікке, жалқаулыққа кетіп қалуымыз мүмкін екен. Сондықтан да біреуді мақтағанда жаңағыдай жағымпаздықтан, өтіріктен сақтануымыз керек екен. Ал мақтанылып жатқан кезімізде осындай жалқаулыққа, тәкаппарлыққа кетіп қалмауымызды қадағалау керек екенбіз. 19-ші тілдің кесапаты сөйлеуде қателесіп ғапылдық жасау. Яғни аңдамай сөйлеген ауырмай өледі деген сияқты, кейде біз байқамай сондай үлкен қателіктер жасап қояды екенбіз да. Мысалы біз андай Алла қаласа, бұйырса, иншалла деген сияқты айтпай қою, болмаса бір нәрсені бір Алламен теңестіріп айту да, Алланың және сенің арқаң деу, Алламен анау адамды бір теңестіріп жіберетіндей сөздер екен да негізі. Сондықтан да әуелі Алла, одан кейін деп айтатын сол дұрыс екен негізінде ше. Болмаса анау иттің арқасында мен аман қалдық дейтін болсаң, ол үшін Алланы ұмытып кетіп солай айтатын болсаң, ол да бір ғапылдыққа жатады екен да. Сондықтан да сөйлеуге қорқып қалдық негізінде осыдан кейін. Сондықтан да байқайық, осылай да қателік жіберіп қоюымыз мүмкін екен. Және де 20-ші соңғы тілдің кесапаты осы кітапта жазылған жай адамның орынсыз сұрақтары. Яғни сұрақтың да 3 түрі болады деп айтады ғой. Кәдімгі дұрыс сұрақ, сосын сын сұрақ, жын сұрақ деген сияқты. Яғни біреуді әшейін кейде сынау үшін сұрақтар қоя береміз, болмаса біреуді мазақ қылу үшін сұрақ қоя береді, яғни жын сұрақ деген сияқты. Олар тілдің кесапаттарына жатады екен. Дұрыс сұрақ деген, яғни сен шынымен білгің келеді, біліп бір нәрсе жасау үшін солай сұрасаң, ол дұрыс сұраққа жатады екен да. Сондықтан да достар, осылай міне барынша қысқа нұсқа мынау кітапта жазылған тілдің 20 кесапатын айтып шығуға тырыстым. Ең болмаса осы видеода айтылған нәрселерді бір елеп ескеріп, бір ойланып, амал жасауға тырысайық бұйырса.
дұрысы мына кітапты алып алып оқысаңыздар болады. Мен ана мешіттің жанындегі кітапханалар болады ғой, сол жақтан бір 2000 теңгеге алғам. Каспийде 2,5 мыңнан ба тұр. Сосын кітап ал деген магазин, кітап дүкендерінде де сатылады екен. Сол достар, сізге де, бізге де осы дүниенің ішінде, о дүниенің ішінде бір пайдалы болады деген үміттемін. Көріскенше сау болыңыздар.